Сәлеметсіздер ме? Мен Ақжайық ауданы Чапаев ауылының Абай атындағы мектеп-гимназиясының 8-ші сынып оқушысы Мұрат Айназым. Мен Green Oasis жобасына қатысамын. Бұл жобаның мақсаты біздің мектебіміздегі өсімдіктерді, гүлдерді сіздерге таныстыру және де көрсету. Біздің мектептің салынғаны 3-4 жыл болса да, мектептің сырты мен іші де гүлдермен толтырылған. Үйірме жетекшіміз Жанара Ермұратовнамен бірге түрлі акция ұйымдастырып, мектебіміздің ауласына ағаштар, өсімдіктерді мектеп болып отырғыздық. Қыздар көктем мезгілі келген кезде көркем еңбек сабағында сыртқа шығып гүлдерді суарып баптайды. Біздің мектебімізде түлектер аллеясы, шие және де тағы да басқа сондай жеміс-жидектер мен гүлдердің түрлері көбейіп келеді. Үйірме және мектеп оқушылары гүлдерді суарып, оларға Pictures программасы арқылы сканер қолданып, оның зақымданған жерлерін көріп, мұғалімдермен бірге көмектеседі және сол өсімдік жайлы жеткілікті ақпарат ала алады. Мектебіміз флораларға толы, сондықтан оқушылар таза ауамен тыныс алады. Сонымен қатар жаратылыстану ұстаздары мен оқушыларымыз керемет экобрыш жасады. Экобрышты оқушылар фотозона ретінде де пайдаланады. Экобрышымыз әдемі гүлдер және фотозонаға керекті фон бар. Мектебімізде осындай түрлі тәжірибелер ұйымдастырып, мектебімізді көркейтудеміз.